мысалға дейік, оның туысқаны шақырды, сізді неге? Қонаққа. Енеңіз қонаққа шақырды дейікші, өйткені енелерде көп нелер. Кімге звондайды ол ене? Қызына звондайды. Не деп айтады? Бүгін қай күн бізде? Сәрсенбі. Сенбі күні осындай бір неге болады, соған келіңдер. Күйеу бала екен. Қонақпен жарысып келіп жүріп, кішкене ертерек келіңдер дейді одан кейін. Иә? Жақсы қыз болды дейді қыз. Сосын қыз не істейді? Кешке қарай күйеуін күтеді, жақсылап тұрып. Не қой айтпақшы, маған звондаған деп бастайды әңгімені. Иә? Осы жерде егеде бір рет бердіңіз ба, болды, барамыз десеңіз, болды. Осы жерде тоқтатып, сіз шешетін не қылу керек қой, сізге хабарласатындай болашақта. Жоқ, бос емеспін деген менің ойша қашқылақтан. Мен бара алмаймын. Неге бара алмаймын? Өйткені мен шақырылған жоқпын. Маған айтылған жоқ жеке. Отағасы ретінде маған бұл принцип көрдіңіз ба? Маған айтылған жоқ. Қалай ят қой, анау қой, мынау қой. Білмеймін. Сіз жауап беріп қойдыңыз ғой. Сіз барсаңыз болады өзіңіз. Бірақ мен бара алмаймын. Мен қайтып бармын, ер азамат басымен. Сосын ол қазір дейді, ана жаққа барып звондайтын алмаса. Анаған звондасаңыз, ол жасқа звондамасаңыз, айтып келмейді анау. Мысалы, сондай бір нюанстар уақыт өте шығуы мүмкін. Сіз бәрін ескере алмайсыз ғой түгел. Сыдыралды ма? Сол жерде орнына қойып үлгеру керек. Осындай нәрселер көп. Туысқан достарыңыз болуы мүмкін мысалға. Достар қазір қонаққа шақырған кезде кім звондайды? Әйелдер бірінде звондайды ғой. Мысалы, менің әйелім сіздің әйеліңізге звондайды, айтады, осындай келіңдер, күйеуіңе дейді, жұбайың. Бәріне де әйелдеріне звондап шығарды. Мысалға, бар ма ондай нәрсе біздің қоғамда? Сосын әйелдер осы сенбі қай жақта бар еді? Тойды нет. Кім үйіне баратын едік деп сұрайсыз, әйел бәрін реттейді, жақсы онда. Нешеде бару керек? Болды, 12-де онда дайын болайық деген сияқты, бәрін сол айтып отыр бізге. Бүгін Дәуреннің де барамыз, ертең жаңағыдай Олжастың үйіне барамыз деген сияқты, бәрін реттейтін кім? Мындай шешетін мәселелерге сізде болу керек қой шешім. Енеңе де сабақ болады да, өйткені ол үйде басқаша ғой. Бірақ сіздің үйде басқаша екен. Ол білет, ана күйеу бала ол сондай ол. Бірақ рет болады, орнына қойылады да ол. Ененің өзін тәрбиелеу керек болып тұр ғой бүйтіп қарағанда, бірақ әдемі түрде. Кешіріңіз.